Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта бұрыш және оның түрлеріне байланысты есептер шығарамыз. Алдымен бұрыштың түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші мысал ретінде мына бұрышты біз 60 градус деп алайық. Мұны А бұрышы деп алайық. Оны былай жазамыз. А бұрышы тең 60 градус деп аламыз. Мына жерде мына бұрыш белгісін көрсетеді. Енді бұл бізде сүйір бұрыш болып аталады. Сүйір бұрыш дегеніміз бізде ол 0 градус пен 90 градустың аралығындағы бұрышты айтамыз. Енді мынау бізде тік бұрыш. Тік бұрыш деп отырғанымыз бізде ол 90 градусты береді. Мысалы ретінде мынаны В бұрышы деп алайық. Олай болатын болса, В бұрышы бізде 90 градусқа тең болады. Бұл бізде тік бұрыш деп аталады. Келесі, мынау бізде 90 градустан үлкен болып тұр. Жобамен 120 градус деп алайық. Бұны С деп алайық. Олай болатын болса, жазған кезде С бұрышы 120 градус деп жазамыз. Бұл бізде доғал бұрыш деген мағына береді. Доғал бұрыш дегеніміз ол бізде 90 градустан үлкен болады, бірақ 180 градустан кіші болады. Енді бізде 180 градус дегеніміз бір түзу сызық болатын болса, соның бір жақ беті. Осы бізде жазыңқы бұрышты береді. Бұл бізде 180 градусқа тең болады. Егер жазыңқы бұрыштан бүйтіп екеуі болатын болса, онда ол бізде шеңберді құрайды. Ол бізде толық бұрыш. Толық бұрыштың градустық мәні ол 360 градусқа тең болады. Енді біз екі параллель түзуді қандай да бір қиюшымен пайда болған бұрыштарға тоқталамыз. Бұл жерде бізде мынау А және В түзулері бір-біріне параллель, соны С түзуімен қиған сызбада. Енді қиған кезде бізде суреттегідей 8 бұрыш пайда болады. Бұларда бізде мынау бұрыштарды номермен жазып көрсетіп қойдық, 8 бұрышты. Енді бұл жерде ішкі айқыш бұрыштар деген болады. Ішкі айқыш бұрыштар мынаның іш жағында орналасқан. Мына бізде 3 пен 5. Екеуі ішкі айқыш бұрыш болады, және екеуі бір-біріне тең болады. Оны біз үшінші бұрыш тең бұрыш 5 деп аламыз. Сосын төртінші бұрыш пен алтыншы бұрыш, бұларда ішкі айқыш бұрыштар болады. Сосын сыртқы айқыш бұрыштар бізде 8 бен 2, болмаса 1 мен 7 асақта болады. Одан кейін бізде ішкі тұстас бұрыш. Тұстас бұрыштарына 5 пен 4 бір-біріне тұстас болып тұр, және 6 мен 3 бір-біріне тұстас болады. Одан кейін сыртқы тұстастар 8 бен бізде 1 болады, одан кейін 7 мен 2 болады. Одан кейін бізде сәйкес бұрыштар деген бар. Сәйкес бұрыштарда бізде 8 бен 4 сәйкес болады, 5 бен 1 сәйкес болады. Одан кейін 2 мен 6, 3 бен 7 сәйкес болады. Енді бізде жаңағы екі параллель түзуді қиюшымен қиған кезде 8 бұрыш пайда болады дедік. Енді бізге солардың біреуі белгілі болса, қалғанның барлығын табуға болады. Мысал үшін бізде мына жердегі бұрышты біз 50 градус деп алайық. 50 градус болатын болса бізде, оның мынау бізде А деген түзу тұр ғой, бұл бізде жазыңқы бұрыш болатын. Жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең. 180 градусқа тең болса, оның 50 градусын арада тұр. Мына жағында сонда бізде 130 градус бар екендігін аңғаруға болады. Одан кейін бізде мынау екі түзу мына жерде қиылысып тұр. Қиылысқан жағдайда бізде мына біреу 50 градус болса, оған қарсы жатқан мына жері вертикаль бұрыш болады. Ол да бізде 50 градусқа тең болады. Дәл сол сияқты мына жеріміз 130 градус болса, бізде мына жағымыз да 130 градус болады. Енді жаңа айтып өттік, бізде ішкі айқыш бұрыштар тең болады. Яғни мына жеріміз 50 градус болатын болса, бізде мына жағымыз да 50 градусқа тең болады. Енді мына жер 130-ға тең болса, мына жағымыз да 130-ға тең болады. Ары қарай келесі мына жағымыз 130, одан кейін мына жағымыз 50 градусқа тең болады. Алдағы уақыттарда есептер шығару барысында осы қасиеттерді қолданатын боламыз. Бірінші, сызбадан белгісіз бұрыштың градустық мәнін табыңыз. Енді бізде мына жерде берілген, мынау 50 градус екендігі, мынау бізде тік сызық ретінде көрсетілген. Тік сызық болатын болса, ол бізде тік бұрыш деген мағына береді. Яғни ол 90 градусқа тең. Енді бізде мынау былай сызатын болсақ, толық сызып жүретін болсақ, бізде мынау жарты шеңберде беріп тұр, яғни жазыңқы бұрышты береді. Жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең. Сонда біз 50-ге 90-ды қосамыз, 140 болады. 180-нен сол 140 градусты алатын болсақ, мына x-тің мәні шығады. Ол бізде сонда 40 градусқа тең болады екен. Яғни дұрыс жауабы Д нұсқасы. Екінші, егер А және Б түзулері параллель болса, x бұрышын табыңыз. Енді бұны шығару үшін біз мына жердегі мынау бізде сәуле беріліп тұр, соны біз былай қарай созып жүреміз. Созып өткізіп жүреміз.
Сонда бізде бұл бір түзуді береді. Түзуді беретін болса, бізде мына жері 180 градусты беру керек. 180 градус болатын болса, 120-сы мына жерде орналасқан. Олай болса, ішкі жағы 60 градус болады. Енді бізде мына жеріміз 100 градус болатын болса, сәйкесінше бізде мына жері сәйкес бұрышта 100 градусқа тең болады. Енді мынау бізде 180 градус болғандықтан толық 100-і кетіп қалды, мына жағы бізде 80 градусқа тең болады. Екеуін қосамыз, 140 градусты береді. Бізде мына үшінші бұрыш, яғни мына белгісіз бұрыш 80-60, үшеуін қосқанда 180 шығу керек. 180-нен мына екеуін қосып азайтатын болсақ, мына жеріміз бізде 40 градусқа тең болады. Ал мына жеріміз бізде толық 180, яғни жазыңқы бұрыштың мәнін беру керек. Олай болатын болса, 180-нен 40-ты алатын болсақ, мына x-тің мәні шығады, ол бізде 140 градусқа тең болады. Яғни дұрыс жауабы В нұсқасы. Үшінші сурет бойынша белгісізді тап. Енді бұл жерде белгісізден бұрын бірінші белгілі болып тұрған қатарға тоқталамыз. Бұл жерде мына теңдеуді шешеміз. Теңдеуді шешетін болсақ, 5x тең болады. Мынау минус 3 келесі жаққа плюс болады да 45 болады. Сонда x-тің мәнін табу үшін 45-ті 5-ке бөлеміз, 9 шығады. Сосын x-тің орнына 9-ды қоямыз. Сонда 8 көбейту 9-ымыз 72 болады. Мына 108 қаяқтан шықты десек, онда бізде мынау жазыңқымыз 180-ді береді. Мына жағымыз 72 градус, ал мына белгісіз болып тұрған жағымыз 108 градусты береді екен. Сонда осыны көрсетіп тұр. Енді бізде мына сұрақ белгі деп отқанымыз, сонда бізде мына жердегі градустың мәні, осыны анықтау керек. Ол үшін мына теңдеуді шешеміз. Ол жерден 3x-ті жазамыз. 5 келесі жаққа азайту болып барады, сонда 21 болады. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 21-ді 3-ке бөлеміз, сонда 7 шығады. Одан кейін 15-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда бізде 105 шығады. Енді бізде мына жер 180 градусты беретін болса, сол 180 градустан мына минус 105 градус қыламыз. Сонда 75 градус шығады. Яғни сұрақ белгінің мәні 75 градусқа тең екен. Ол бізде А нұсқасы. Төртінші. Егер М және N түзулері параллель болса, онда x-ті табыңыз. Енді есепті шығару үшін былай істейміз. Мынаны алып келіп былай соз жүреміз. Енді оны созып болғаннан кейін үш бұрыш бар бізде. Осы үш бұрышты жазып аламыз. Мынау бізде бірінші бұрыш деп аламыз, мынаны екінші бұрыш деп аламыз. Үшіншісі x болып тұр. Осы үшеуін қосамыз. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 қосылған үшіншісі x. Осы үшеуін қоссақ, бізде 180 градусқа тең болу керек. Яғни үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады деген ереже бар. Соны пайдаланамыз. Енді мына жерде бізде мынау бұрышымыз 2x-қа тең болса, оған сәйкес мына бұрышымыз да 2x-қа тең болады. Енді біз бұрыш 1-ді жазып алайық. Мына бұрыш 1-ді таппас бұрын біз мынаға мән берейік. Мына жерде бізде жазыңқы бұрышты беріп тұр. Жазыңқы бұрыштың бір жағындағы сыбайлас бұрышы 2x плюс 30-ды берсе, екіншісі мынау болып тұр. Осыны табу үшін біз 180-нен мынаны азайтуымыз керек. Яғни оны жазған кезде 180 азайтылған 2x плюс 30 деп аламыз. Келесі екінші бұрышты дәл солай істейміз. Яғни мына екінші бұрыштың мәнін табу үшін мынау бізде жазыңқы 180 болса, содан мына 2x-ті азайта саламыз. 180 азайтылған 2x. Енді ары қарай орындарына қоямыз. Бірінші бұрыштың орнына 180 азайтылған. Мына жерде жақшаны бірден ашайық. 2x минус 30 болып ашылады. Қосу. Екінші бұрышымыз 180 азайту 2x-қа тең. Азайту 2x, сосын қосылған x тең 180. Енді мына екі жақтағы 180-ді бірден жойып жіберсек болады. Одан кейін бізде минус 2x минус 2x минус 4, оған плюс x болатын болса, минус 3x болады. Сосын мына жерде 180-нен 30-ды алатын болсақ, 150, ол келесі жаққа минус 150 болып барады. X-тің мәнін табу үшін минус 150-ді минус 3-ке бөлеміз. Сонда X-тің мәні 50 градус шығады екен. Ол бізде В нұсқасы. Енді көп бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысына байланысты есептерді шығарамыз. Бұл жерде бізге негізінен білу керек формула, ол n-2 көбейтілген 180 градус. Осы формуланы жаттап алу керек. Бұл бізде көп бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысын береді. Бұл жердегі n деп отырғанымыз көп бұрышының саны немесе қабырғасының саны деп қарастырсақ болады. Енді мысал үшін біз 5 бұрышқа тоқталайық. Яғни 5 бұрышта бізде 5 бұрышы болады, өзі аты айтып отырғандай, болмаса 5 қабырғасы. Оның ішкі бұрыштарының қосындысын табу үшін n-нің орнына 5-ті қоямыз. Сонда 5 азайтылған 2 көбейтілген
180 градус. Екеуінің айырмасы 3-ті береді. 3-ті 180-ге көбейтетін болсақ, бізде ол 540 градусты береді. Енді есепке тоқталайық. Біріншісі дұрыс. Көп бұрыш бұрыштарының қосындысы 1800 градус. Қабырғаларының санын табыңыз. Енді формуланы қолданамыз. n-2 көбейтілген 180. Яғни қосындысының бізде мәні берілген. Оны теңестіріп 1800 деп жаза саламыз. Бұдан n-2-ні табу үшін 180 көбейтіліп тұрса, келесі жаққа бөлу болып барады. 1800-ді 180-ге бөлетін болсақ, 10 шығады. n-нің мәнін табу үшін -2 келесі жаққа қосу болып барады. Сонда n 12-ге тең. Яғни 12 қабырғасы бар, болмаса 12 бұрышы бар деп айтуға болады. Екінші, дұрыс. n бұрышты көп бұрыштың әр бұрышы 135 градус болса, онда қабырғалар саны қанша? Енді алдындағы формуланы еске түсіреміз. n-2 көбейтілген 180 градус. Бұл бізде бұрыштарының қосындысын береді. Ал қабырғаларының саны бұл жерде белгісіз ғой. Бірақ біз оны да n әрпімен алсақ болады. Егер де біз осыны сол n-ге бөлетін болсақ, әр бұрышы неше градустан екендігі шығады. Ол бізде көрсетілген 135-ге тең. Біз осылай теңдік құру арқылы есептің жауабын табуға болады. Бұл жерден жазамыз n-2 көбейтілген 180 тең болады. n-ді 135-ге көбейтсек 135 n болады. Ары қарай жақшаны ашсақ 180n азайтылған 360 тең 135 n болады. Енді 135 n келесі жаққа азайту болып барады. Сонда бізде 45 n қалады. 360-ымыз минусы бар ғой, келесі жаққа плюс болып барады. Бұдан n-нің мәнін табу үшін біз 360-ты 45-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 8 шығады. Олай болатын болса, қабырғаларының саны 8 немесе бұрыштарының саны 8 деп айтсақ болады. Болмаса 8 бұрышты көп бұрыш деп те айтуға болады. Үшінші, үш бұрыштың бұрыштары 5 бөлінген 8 бөлінген 23 сандарына пропорционал. Үш бұрыштың ең кіші бұрышын анықта. Алдымен біз үш бұрыш сызып алайық. Енді жобалап сыза саламыз. Сөйтемізді, бізде біреуі 5 дейді, 5-ке сәйкес болатын болса, біз оны 5x деп аламыз. Екіншісі 8-ге сәйкес кеп тұр, оны 8x деп аламыз. Үшіншісі 23-ге сәйкес, оны 23x деп аламыз. Енді осы үшеуін қосамыз. 5x қосылған 8x қосылған 23x. Енді үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу үшін жаңа формуланы қолдансақ болады. n-2 көбейтілген 180 деген. n-нің орнына 3-ті қоямыз. Сонда 3-тен 2-ні алсақ 1 болады. 1-ді 180 градусқа көбейтетін болсақ, сол 180-нің өзі шығады. Олай болатын болса, біз мынаны 180 градусқа тең деп алсақ болады. Енді мына үшеуін қосамыз. Үшеуін қосатын болсақ, екеуінің қосындысы 13, 13-ке 23-ті қосатын болсақ, бізде 36x шығады. 36x-іміз 180 градусқа тең екен. X-тің мәнін табу үшін 180 градусты 36-ға бөлетін болсақ, бізде 5 градус шығады. Енді бізде сұрап отқаны ең кіші бұрышын табу үшін 5-ке сәйкес аламыз. 5-ке сәйкесі 5x. Олай болатын болса, 5x-тің мәнін табу үшін 5-ке көбейтеміз 5 градусты. Мынау беріліп тұр ғой. Екеуін көбейтетін болсақ, 25 градус шығады. Олай болса, дұрыс жауабы С нұсқасы. Төртінші, вас бұрышы неге тең? Енді бұл жерде вас деген қай бұрыш, соған мән беру керек. Бұл бізде мынау ВА кесіндісі мен асы кесіндісінің арасындағы бұрыш. Міне, ВА деп отқанымыз мына кесінді, одан кейін асы деп отқанымыз мына кесінді. Екеуінің арасындағы бұрыш бізде мынаны беріп тұр. Біз осыны анықтауымыз керек. Оны анықтау үшін біз x-тің мәнін табу керек. X-тің мәнін табу үшін біз теңдеу құрамыз. Енді мына жер бізде 110 градусқа тең болып тұр. Бұл бізде мына бұрыштың сыртқы бұрышы деп аталады. Екеуінің қосындысы сыртқы мен ішкі екеуі 180-ді беру керек. Себебі мынау жазыңқы бұрышты береді. 180-нен 110-ды алатын болсақ, іш жағындағы бұрыш шығады, ол 70 градусты береді. Енді біз мына жердегі бұрыш мүлде белгісіз, оны анықтау үшін мынаның жазыңқы екенін түсінсек жеткілікті. Мынау бізде жазыңқы болатын болса 180 градустан біз мынаны азайтатын болсақ, мына іш жағындағы бұрыш шығады. Сонда іш жағындағы бұрышты былай жазсақ болады. 180 азайтылған жақша ішінде 2x қосылған 50 деп алсақ болады. Енді осы үшеуінен теңдеу құрамыз. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус, соны пайдаланамыз. Сонда x қосылған 30 қосылған, сөйтіп мынаған 10 қосамыз. 180 жақшаны ашатын болсақ, бірден минус 2x минус 50 болады. Қосылған 70 градус тең осы үшеуінің қосындысы бізде
180 градусты береді. Мынау плюс 180 келесі жаққа минус болып барғанда мына мен екеуі жойылып кетеді. Бірден сыза салайық. Сосын x азайтылған минус x азайту 2x. Оны біз x-те бірден жазсақ болады. Сосын 30-ға 70-ті қосамыз. 30-ға 70-ті қосатын болсақ, ол бізде 100 болады. 100-де мына 50 дасақ, 50 болады. Ол келесі жаққа минус 50 градус болып барады. Сонда x-тің мәні бұл жерде 50 градусқа тең екен. Енді бізде мына вас бұрышын сұрап тұр. Бұл бізде x қосылған 30-ға тең. Сонда x-тің орнына біз 50 градусты қоямыз. Оған 30-ды қосатын болсақ, 30 градусты. Онда ол 80 градусқа тең болады. Яғни дұрыс жауабы Д нұсқасы. 5-ші, x бұрышын табыңыз. Енді бұл x бұрышын табу үшін біз бірінші мынаны тоқталамыз. Мынаны бір төбе деп қарастырамыз. Сөйтемізде мынаны бір төбе, мынаны бір төбе деп қарастырамыз. Сонда бізде осыларды қосқан кезде үш бұрыш пайда болып тұр. Оның біреуі 35 градус, біреуі 40 градус. Енді біз мына бұрыштың градустық мәнін анықтасақ болады. Ол үшін 180-нен мына екеуін қосып азайта саламыз. Яғни екеуін қоссақ 75, оны 180-нен азайтатын болсақ, бізде мына бұрыштың градустық мәні 105 градус шығады. Енді оның мынау сырт жағындағы бұрыш тұр ғой, ол бізде белгісіз бұрыш. Егер сол белгісіз бұрышқа 105-ті қосқан кезде екеуіне жазыңқы бұрыш 180 градусты беру керек. Олай болса, арамыз бізде 75 градусқа тең болады. Енді бізде мына бұрыштың градустық мәнін табу үшін екеуін қосып 180-нен азайтамыз. Екеуін қосатын болсақ 130 болады. 180-нен 130 дасақ 50 градус болады. Енді x-тің мәнін табу үшін мына жердегі жазыңқы бұрыш қой бізде. Жазыңқы бұрыш 180. 180-нен 50-ді алатын болсақ, x-тің мәні 130 градус шығады. Ол бізде Е нұсқасы. 6-шы, y-ті есептеңіз. Бұл жерде бізде көрсетіп тұр жазыңқы бұрыш екендігін. Жазыңқы бұрыш 180-ге тең. X-тің мәнін табу үшін 180-нен 100-ді азайтуымыз керек. Олай болатын болса, бізде x-тің мәні 80 градусқа тең. Енді нара x болса, мына жерде x деп тұр. Яғни бұл да 80 градус деген мағына береді. Y-тің мәнін табу үшін біз мына екеуін қосып 180-нен азайтамыз. Сонда бізде y-тің мәні 20 градусқа тең. Бұлайша қарап отырсақ, осы үшеуінің қосындысы бізде 180-ді беру керек. Ол шартқа сәйкес келіп тұр. Сондықтан y-тің мәні 20 градус дегенді белгілейміз. 8-ші. Ахмет сүйір бұрышты және доғал бұрышты үш бұрыштың бұрыштарын өлшеді. Олардың төртеуінің өлшемдері мынадай: 110, 75, 65, 15. Сүйір бұрышты үш бұрыштың кіші бұрышы неге тең? Енді есепті шығару үшін біз осындай екі-үш бұрышты сызып аламыз. Мына біреуі доғал, екіншісі сүйір бұрышты үш бұрыш. Енді бұл жерде доғал үш бұрыш дегеніміз, бір бұрышы 90 градустан үлкен болу керек. Сүйір бұрышты үш бұрышта, берілген бізде үш бұрышы да сүйір болу керек, яғни 90-нан кіші болу керек. Бізде мына жерде доғал бұрыш біреу ақ, 110 градус. 110 градустың араға міндетті түрде сәйкес келу керек. Басқа жерге бармайды. Енді мына жерде екінші тұрған 75. 75-ті біз мына жерге алып келіп қоятын болсақ, 75-ке 110-ды қосатын болсақ, бізде 185 болады. Ал бізде ішкі бұрыш 180 болу керек, асып кетті. Сондықтан біз 75-ті доғал бұрышқа келіп қоямайды екенбіз. Енді одан кейін 65-ті апарып көруге тырысамыз. 65-ті апарамыз. 65-ті апарсақ 175 болады да, қосындысы мынау үшіншісі 5 градус болады. Бірақ бізде қап кететіні 75 пен 15. 75 бізде мынаған сәйкес келеді да, 15 келесі мынаған сәйкес келеді. Екеуін қоссақ 90 болады. Сөйтіп үшінші бұрышы да 90 градус болып қалады, яғни тік болып қалады. Сондықтан біз 65-ті де бұл жаққа апарамайды екенбіз. Тек 15 градусты апарып қоя аламыз. 15 градус жазайық. 15 градус болса, мынаны арғы есептеу оңай. Сонда 75 пен 65 бізде сүйір бұрышқа сәйкес келеді екен. 75, мынау 65. Енді екеуін қосамыз. Екеуін қосатын болсақ, бізде 140 градусты береді. Енді біздегі үшінші бұрышы 180 шығу үшін ол 40 градусқа тең болады. Сонда үшеуі 180-ді береді. Енді есепті айтады. Сүйір бұрышты үш бұрыштың кіші бұрышы неге тең? Яғни мына жердегі кіші бұрыш 40 градусқа тең. Олай болса, жауабы Е нұсқасы. Енді бұрышқа қосымша есептер. Бірінші, суретте АБСД параллелограммы және центрі О болатын шеңбер берілген. 3 альфа қосылған 4 ветта өрнегінің мәнін табыңыз. Енді мынау бізде параллелограмм. Бұл жерде бізде мынау А бұрышына С бұрышы, В бұрышына Д бұрышы, яғни қарама қарсы бұрыштары тең болады.
Енді біз бірінші мына бұрышты анықтап алайық. Бұл жерде бізде 137 мен осы бұрыштың қосындысы жазыңқы бұрышқа тең болып тұр, яғни 180-ді беру керек. Бұл жерді табу үшін 180-ден 137-ні азайтамыз, сонда бізде 43 градус шығады. Сонда оған қарама-қарсы орналасқан альфамыз да 43-ке тең. Енді бізде мына ветта деп отырғанымыз шеңберге іштей сызылған бұрыш. Ал мынау бізде 87 градусты көрсетіп тұрғанымыз центр арқылы өтіп тұр ғой. Сондықтан бұл бізде центрлік бұрыш болады. Олай болатын болса, мына ветта бұрышымыз центрлік бұрыштың жартысына тең, яғни 87 бөлінген 2-ке тең. Енді өрнекті жазайық. Бізде өрнек табу керек, ол 3 альфа қосылған 4 ветта. Бұл жерде 3-ті жазамыз, альфаның орнына 43-ті қоямыз, қосамыз 4, веттаның орнына біз 87 бөлінген 2-ні жазамыз. Екеуі қысқарады, 2 болатын арада. 3-ке 43-ті көбейтетін болсақ, бізде 129 болады. Оған қосамыз 87-ні 2-ке көбейтетін болсақ, бізде ол 174. 129-ға 174-ті қосатын болсақ, 303 градус шығады. Ол бізде D нұсқасы. Екінші, шеңберге 4 сәулелі абсолютті симметриялы жұлдыз іштей сызылған. Егер Y бұрышы 130 градус болса, X бұрышы неге тең? Енді есепті шығару үшін біз бұлай істейміз. Бұлайнан сызамыз. Одан кейін бұлайнан қосамыз. Сосын бұлайнан қосамыз. Сонда бізде квадрат пайда болды. Енді бұл жерде бізде аңғаратымыз, мына жерде шағын бұрыш тұр, мына шағын бұрыш тұр. Сонда осы екеуі және мына бұрышпен үшеуі үш бұрышты құрайды. Y 130-ға тең. Олай болатын болса, бізде мына екеуі 25-25-тен береді. Себебі 25 қосылған 25 қосылған 130, осы үшеуі бізде 180 градусқа тең болады. Енді бұл жер 25-ке тең болатын болса, бізде мына жерде сәйкесінше 25-ке тең. X-тің мәнін табу үшін мына жер бізде тік бұрышты құрайды. Олай болатын болса, 90 градустан 2-25 градустың қосындысын азайтамыз, яғни 50 градусты азайта аламыз. Сонда нәтиже 40 градусқа тең болады. Сонда дұрыс жауабы С нұсқасы. Үшінші, сағат 15:30 болғанда сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы бұрыштың градустық өлшемін табыңыз. Енді бұл жерде біз жалпы сағатты елестетеміз. Одан кейін сағатта бізде осындай тілі бар сағатта 12 сағат болады. Олай болатын болса, біз толық шеңбердің 360 градус екендігін білеміз. Соның әр сағаты, яғни бізде мына әр қайсының аралығы неше градусқа сәйкес келеді. Мысалы үшін былай қарастыратын болсақ, мына арал неше градусты береді. Соны анықтау үшін біз 360-ты 12-ке бөлеміз. 360-ты 12-ке бөлетін болсақ, бізде 30 шығады. Бұл бізде 30 градус деген мағына береді мына жеріміз. Енді бастапқыда біз сағат 3 болып тұр деп елестетеміз. Ол кезде бізде 3 болып тұратын болса, одан кейін ол 3,5-ға дейін келген кезде мына 3 пен 6-ның арасында бізде 1, 2 және 3 аралық бар. Сондықтан біз 30 градусты 3-ке көбейтетін болсақ, 90 градус шығады. Енді бұл жерде бір ескеретін жағдай, бізде мынау 12-ден бастап сағаттың үлкен тіл бит жылжып келген кезде, яғни 1 сағаттың жартысы болады. 1 сағаттың жартысы болатын болса, мына кіші тіл 3-те тұрған 3 пен 4-тің дәл ортасына келеді. 3 пен 4-тің дәл ортасына келеді. Енді бұл жерде аңғаратымыз бізде 30 минут айналған кезде қанша градусқа осы кіші тіл жылжиды, соны есептеу керек. Ол үшін біз мынаны елестетсек болады. Толық бізде бір айналып шыққан кезде 1 сағат уақыт келеді, үлкен тіл. Сол кезде ол 60 минут болады. 60 минутта ол бізде 30 градусқа жылжиды екен кіші тіл. Олай болатын болса, ол 2 минутта 1 градусқа жылжиды. Соны ескеріп пропорция құрылады. 2 минутта 1 градус, 30 минутта x градус деп қоясақ болады. Ары қарай екеуін көбейтеміз. 30-30-ды 2-ке бөлетін болсақ, x-тің мәні 15 шығады. Яғни 15 градусты береді. Сонда бізде мына жер 90 градус болу керек деп есептейтін болсақ, ол 15 градусқа бізде кіші тіл жылжиды. Бізде мына жеріміз 90-нан 15-ті алғанда 75 градусқа тең болып шығады. Ол бізде Д жауабы. Келесі уақыт 16:30-да сағаттық және минуттық тілдерінің арасындағы бұрыш шамасы неге тең?
Енді бұл жерде біз алдындағы мына әрбір 2 сағаттың арасындағы градустың 30 градус екендігін білеміз, соны ескереміз. Енді сағат 4 болып тұратын болса, мына үздік сызықпен көрсетіп қойдық қалай тұратындығын. Енді ол бізде 16:30-ға барған кезде 12-ге көрсетіп тұрған үлкен тіліміз 6-ны көрсетеді, ал біздегі мынау үздік сызықпен тұрған 4-ті көрсетіп тұрған ол жылжиды. Яғни 5 пен 4-тің дәл ортасына келеді. Яғни мына жерді сәйкесінше көрсетіп тұрады кіші тіліміз. Енді бұл сонда бізде 30 градустың жартысына жылжиды. Яғни бізде мына жерімізде 15 градус бері қарай жылжиды екен. Сонда бізде мына жеріміз 30, мына жеріміз тағы 30. Екеуін қоссақ 60. 60 градустан 15 градусқа сәл бері қарай жылжыған. Сонда бізде мынау нақты есептің жауабына сәйкес келетін бұрышымыз ол бізде 45 градусқа тең болады екен. Яғни дұрыс жауабы В нұсқасы.